Шыпты ішіне олы. Малдарды айдап алып көшіне қарай. Ассалаумағалейкум. Уалейкум ассалам, Олжеке. Қалайсың? Жақсысың ба? Не істеп жатсың үйде? Тірлік па? Мал жайғап болдың ба? Иә. Не, ешкің жоқ болды ма? Иә, ақша ешкі жоқ. Кімнің үйінде жоқ па? Қанаттың үйінде? Қанат үйде жоқ екен, уақытта жоқ, қарап шықтым да. Кеше кім бағып еді өзі? Кеше Нұрхан баққан алды. Нұрхан бақты дейсің ба? Так. Нұрхан үйінде жоқ. Нұрхан үйінде жоқ, енді Жанарысқа барам. Жанарыстың үйіне барып көр, сақтау шығармын. Болмаса сен оны сойып алсай? Иә, сөйтем ғой, сойып аламын. Артынан жүгіре бересің ба оны? Иә. Кеше жақын өте шүрші жақтамын. Иә. Давай, Олжеке. Жеңгең қашан келеді кені? Жұмыстан сұранып келемдер еді. Бүгін сұңғарға не сабақ? 4 сабақ болады. Кеп атса шай тамағын бер. Оған дейін жеңеңді кеп қылам деген ғой. Жұмыстан жер атса. Абзалдың баласы үйленді ме не? 2 баласы да үйленді ғой. Қойш? Иә. Қаты кен келіншектері? Ағасының келіншегі Семейдікі, інісінің келіншегі Шағандікі. Осы ауылдікі десе? Сонша асыққаның не? Асықсам үйге асық кел жатырмын ғой. Шай ішіңдер ма? Жоқ, ішкен жоқпыз әлі. Сұңқар көрінбейді ғой, сұңқар келмеген ба не? Жоқ, әлі келмейді. Жүрсеңдер сонда шай ішейік та, мен шай дайындай берем. Болды, қабарамыз. Оның бәрін не істейсің, ма? Бағын айтпасына ол жекен келген. Ешкісін деп. Мен айтам, соны сой олмайсың ба ше? Өрістен кейін өмір таппай қалды соны ше. Өтері соң артынан жүріп тұрды. Айтпақшана абзал алдында біздің қойды қанша алам деді? 23 мың қалам деді. Семіз болса 25 қалам деген деді оған. Біз ондай бір қатта арғытта емес қой. Ертең 23 мыңға алып атса 10 мыңға продукт алып
Қалғанынан мен көмір алайын. Ертең аптал киіп атса кет қалмасын ешқайда. Күтсін мені ма? Отыра енді жаққа қарап келейін. Ешқандай із жоқ. Айтайын, тойсаң бір тоба қыл деген.